Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге мен Гаухар. Бүгін мен сіздермен бірге отбасымыздың ең жақсы көретін салаттарының бірі болып табылатын гнездо глухаря салатын дайындайтын боламыз. Өте тойымды салаттардың бірі болып табылады. Ең алдымен картопымызды өткіштен өткізіп аламыз. Ұзынша қылып. Мінекей, өткізіп алдық. Енді осының үстіне салқын суды құямыз, картоптың бойындағы крахмалдан ажырату үшін. Одан соң осы суды төгіп тастаймыз. Содан кейін барып, ас үй бөлмесіндегі таза орамалымызға картопымызды жайып шығамыз, себебі бойындағы судан арылту үшін. Қызып тұрған табамызға аз-аздан картопымызды салып, араластыра отырып, екі жақ бетін қызартып аламыз да қуырамыз. Мінекей, қуырылды картопымыз, енді осыны сүзіп аламыз. Әрі қарай жұмыртқамызды, мінекей, тауығымызды ұзынша қылып турап аламыз. Тауықтың туралған видеосы түспей қалыпты, өкінішке орай. Одан кейін сарымсақты майдалап турап аламыз. Ендігі кезекте қиярымызды дөңгелетіп, артынша ұзынша қылып турайтын боламыз. Туралған заттарымыздың барлығын ыдысымызға салып, қуырылған картоптың бір бөлігін қоса отырып, майонезбен араластырып, ыдысымызға орналастырамыз дағы картоптың қалған бөлігін салаттың бетіне әсемдеп қоямыз. Осымен отбасымызбен сүйіп жейтін гнездо глухаря салатымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Ұнап жатса жасап көріңіздер. Қазақ тіліндегі YouTube каналымды қолдап, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.